Ал егер біздің мемлекеттің мүшелері өзінің мемлекеттік тілін сыйламаса, мемлекеттік тілін түсінбесе, бұның жағдайы қалай? 19 жыл болды міне, әлі әлемдегі мемлекет тілінде көрміз. Аламыз да салдырлатып, басқа елдің тілінде сөйлейміз. Мен жалпы бүгін айтайын деп келген бұл сіздерге сұрақ. Азаматтық сіздердің парыздарыңызға, парасаттарыңызға қойылған сұрақ. Мен бірнеше мәселе туралы сөйлемек едім, бірақ сөзді қысқартып тұрар. Бір-екі мәселеге сөйлеймін. Осыны нақты дәл сөйлеу үшін мен мұны жазып әкелген дүниемді оқиын сіздер. Бұл жазып әкелген сөздің тақырыбы мен бұл туралы татулық және сенім жарастығы деп қойдым. Мынау талқыламақ болып отырған бұл туралы татулық және сенім жарастығы атты мәселе аса құнды да ерекше нәзік сипаты бар қоғамдық құбылыс екенін арнайы ескерткім келеді. Бұл мәселені алдау мен арбаусыз айқын да анық шешу үшін тіпті шындықтың өзі де аздық етілетіндіктен тек қана ақ сөйлеп ақиқатты айтуды талап етеді. Ендеше өтірік пікір де, тура айтылған сөз де, өткір пікір де, тура айтылған сөз де біреуді мұқатып кеміту үшін емес, ақ жүрекпен сүйген жалғыз ғана отанды ардақтауға бағышталмақ. Олай болса ең әуелі аталған нұр өткен туған жер мен ардақ тұтар отанымыздың аты мен затына тоқталу жөн сияқты. Бүгінгі таңда айтылып жүрген Қазақстан Республикасы деудің орнына ешкімге де еліктеу бұрынып солықтамай-ақ әлімсақтан ата-бабаның қалдырған атау мен қазақ елі деп мемлекетіміздің аты жөнін дұрыстап атауды ұсынамын. Бұл ұсыныс әрине. Мұны дәл осылай арнайы қадап айтып отырған себебім тіпті кешегі отарлау заманында да қазақ сыры деп дұрыс аталғаны барлықтарыңызға да белгілі. Өйткені қазақ өз мемлекетін қолына алғаннан бері қарай 14-ші ғасырдан бастап. Бұл моноұлтты уникалдық ел болғаны бүкіл әлемге белгілі. Мәселен 1860 жылға дейін бұл қазақ даласында қазақтан басқа ешбір халық болмайды. Моноұлт деп отырғаны осы. Ел мен жердің иесі қазақ халқының рухын жасты, жерін бөлшекті, жерін сатып, тілін саудаға салып, дінін адастырып, дінінен адастырып, онысын дүбәрелеудің сырын бүкпесі айтып, әділет жолын көрсете алмасақ, бұл жиынның нысқандай да қажеті бола қоймас. Қазақ халқының рухы өсіп, бақыты жанбай, қазақ халқының рухы өсіп, бақыты жанбай, азаматтар. Ұлтаралық татулық та, сенім жарастығы да болуы мүмкін емес. Сондықтан да әділет пен рақымды басшылыққа алып, қоғамдағы жасанды да жампоз, ғылыми негізі жоқ, Қазақстанды ұлт, үш тұғырлы тіл, көпұлтты мемлекет, уникалды елде жүз ұлттық мәдениет, келімсек компаниялардың қазақ жастарын жұмысқа алмау, қазақ жұмысшыларын қорлауы тәрізді құбылыстарды апатқа айналмай тұрғанда әділеті мен ақиқатына лайық жөн сілтеуіміз керек.